Біз оюымызды ойып жабыстырып болғаннан кейін бізге осындай 12-де 12 өлшемде құрақтар қажет. Бізге 9 түрлі құрақ қажет. Санап қарасаңыздар 9 түрлі. Әр түрлі немен құрақтар тігіп аласыздар осылай өз қалауларыңыз бойынша. Қандай құрақ тігем десеңіз де өз қалауыңыз. Бір көрпешеге 3 оюға 3 осындай құрақтардан тігеміз. Әр қайсынан 3-3-тен тігіп аламыз. Құрақтардың көлемі 12-де 12. Және сонымен қатар біздерге 4 түрлі осындай этно узор керек. Бұндай узордың орнына жан-жануардың бейнесіндегі этно узор қойсаңыздар да болады. Бұлардың да көлемі 12-де 12. Бұл узорлардың әр қайсынан 3 керек. Міне 3-3-тен 4 түрлі узор керек. Бұларды қалай қиямыз? Өте оңай. Кәдімгі 12-де 12 осындай мата алып, астына флизелин және паутинка жабыстырып аламыз. Сосын барып узордың суретін салып, осылай бастырып сызып, қайшымен бүлдірмей қиып аламыз. Бір оюдан 2 ою шығарамыз. Сонда бір узордан 2 узор шығарып аламыз. Мысалға былай міне. 12-де 12 матаға флизелин мен паутинка жабыстырып алдық та, артына осылай узорды сызып алдық. Матаны бүлдірмей осылай дөңгелетіп қиып алдым. Сонда менде 2 узор шықты. Енді астына 12-де 12 өлшемдегі ақ велюр матаны аламыз. Астына флизелин жабыстырамыз бұл матаға да. Сөйтіп, міне узорларды осылай ыстық үтікпен басып, жабыстырып шығатын боламыз. 2 түрлі узор шығады сол кезде. Көрдіңіздер, ішкі узор және сыртқы узор болып 2 узор шықты. Енді осылардың үстін зигзагпен тігіп шығатын боламыз. Міне көрдіңіздер, зигзагпен тігіп шықтық. Енді осы құрақтарды және узорлардың бәрін біз көрпеше болып құрастыратын боламыз. Мынандай тырнақ құрақтан бізге 6 штук керек. Қалған құрақтардан 3-3-тен болса, тырнақ құрақтан 6 керек. Оның не үшін қажет екенін қазір құрастыру барысында көретін боласыздар. Ендеше кеттік, көрпешемізді құрастырамыз. Бірінші оюларымызды осылай қойып аламыз. Барлығының түктері бір бағытта болсын. 3 оюдың түктері, мысалы төмен қарап тұрса, төмен қаратып қоямыз. Енді құрақтарымызды өз қалауымызша түстерін үйлестіріп қойып шығатын боламыз. Осындай этно стиліндегі 4 узорды құрақтың 4 бұрышына қойып, ортасына қоямыз, 4 жағына, ортасына қоямыз дәл.
Міне құрақтарымызды, узорларымызды орналастырып болдық. Енді орталарына тырна құрақты қоятын боламыз. Енді мынау екінші бетіне де осындай үшбұрыш қою үшін осындай төртбұрыш тырна құрағымызды екіге бөліп, бір бөлігін қарама қарсы бетіне қоятын боламыз. Бұл жерге 12-де 12 ақ велюрдан да кесіп қойсаңыздар да болады, немесе осылай құрақ құрап, осылай үшбұрыштап кесіп қойсаңыздар да болады. Барлық бұрыштарындағы құрақтарды кесіп, қарама қарсы бетіне қойып шығатын боламыз. Құрақтарды құрастырып біттік. Енді оюларды қойып шығатын боламыз. Түктерін қараймыз. Төртбұрышты оюдың түктері қалай жатып тұр? Мына бұрыштарындағы оюларында түктерін солай жатқанын қадағалаймыз. Енді төрт бұрышына кішкентай узорларымызды қойып шығамыз. Міне барлығын орналастырып қойып шықтық. Енді осы құрақтарымызды, оюларымызды бір-біріне тігетін боламыз. Бір-біріне қосып тігетін боламыз енді. Бірінші
біріншіні бұрышында оюдан бастаймыз. 4 құрақты бір-біріне қосып шығамыз. Мына бір қатарда тұрған 4 құрақты бір-біріне қосамыз. Уақытта алмайын деп мен тіккен тігісімді көрсеткен жоқпын. Кәдімгі бір тігіспен ғана тігіп шығасыздар. Міне қосылды. Енді үшінші құрақты кішкене бұл қосқан кездегі логика керек, ойлану керек. Бірден алып бір-біріне былай қоса салсаңыз шатасып кетуіңіз мүмкін, немесе құрақтарыңыз дұрыс қосылмауы мүмкін. Сондықтан ойланып, асықпай қосып шығатын боламыз. Менің өзім шатасып, ойланып, мынаны ерді ойланып отырғаным ғой, бір-біріне қалай қосарымды білмей ойланып отырмын. Міне қосып болды. Енді мынау үшбұрыш оюды сол құраған құрағымызға қосамыз. Қосып тігіп шығамыз. Енді мына бетіндегі 4 құрақты қосып тігеміз. Сіздерге түсінікті болсын деп жеке-жеке көрсетіп жатырмын. Бірден бәрін былай тіге салсам, 4 құрақты бірден алып қоса салсам, түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Міне көрдіңіздер ғой, 4 құрақты біріктіріп тігіп, оны бұрыштағы оюды қосып тіктім, және мына бетінде де тура солай. Бұл бетінде 3 құрақты біріктіреміз, және бұрышына оюды тігіп шығатын боламыз. Міне 3 құрақ оюымыз тігілді. Енді осы оюды, осы тігілген бөлшегімізді үлкен 4 бұрыш оюға қосып тігеміз. Міне қосып тігіп шықтық. Енді қарама-қарсы құрақтарымызды 3 құрақта тігеміз. Міне үшеуін біріктірдік. Енді бұрыштағы оюды сол құрағымызға біріктіріп тігіп шығамыз. Міне бәрі дайын. Енді ортаңғы үлкен оюға қосып тігеміз. Міне уже біздің бір бөлшегіміз дайын болып қалды. Енді бұрыштағы узорымызды біріктіреміз.
міне бір бөлігіміз дайын. Енді біз екінші бөлігіне көшеміз. Бірінші біз осы 4 құрақты бір-біріне біріктіріп шығамыз. Міне төртеуін біріктірдік. Енді үшбұрыш ойымызды сол құраққа қосып тігеміз. Міне дайын бір бұрышымыз. Енді төрт құрақты бір-біріне біріктіреміз. Міне 4 штук құрамыз бірікті. Енді мына жағындағы үш құрақты біріктіреміз. Үшеуін де тігіп шықтым. Енді ол үш құрақты үлкен ойға тігеміз ортасында. Міне тіктік. Енді 4 құрағымызды да үлкен ойға біріктіреміз. Одан кейін барып бұрышымызды қосып тігетін боламыз. Басын бастағанда кішкене қиындау болады. Одан кейін уже ретімен келе береді, үйреніп кетесіздер. Міне уже екінші бөлігіміз дайын болып қалды біздің. Енді жоғарғы жақта тұрған үш құрақты біріктіріп тігетін боламыз. Төртеу екен, төртеуін біріктіріп шығамыз. Міне төрт құрақты біріктірді. Енді бұрыштағы оюды сол құрағымызға қосып тігеміз. Біздің көрпешеміздің міне екінші бөлігін біріктірдік бір-біріне. Енді осы екі бөлікті бір-біріне қосамыз. Тіккен кезде қадағалаңыздар, құрақ пен құрақ, төрт бұрышты құрақтар бір-біріне тігістері сай келу керек. Құрағыңыздың барлығы ровно 12-де 12 болса, дәл бір-біріне үйлесіп түсетін болады. Асып кетпейді, не кіші болып қалмайды. Енді үшінші бөлігін құрастырамыз. Мына бетіндегі төрт құрақты біріктіріп тігіп шығатын боламыз.
Құрақтарымызды тіктік. Енді оюын қосып тігеміз. Міне дайын бір бөлшек. Енді 4 құрақты алдыңғы біріктіргендей 4 құрақты біріктіреміз. Міне 4-еуін біріктірдік. Енді мына бетіндегі 3 құрақты біріктіреміз. Үш құрақты енді үлкен оюға қосып тігеміз. Міне уже 3-ші бөлігімізде дайын болып қалды. Енді бұрыштағы 4 құрақты біріктіріп шығамыз. Міне бұрышымыз дайын. Енді бұрышымызды үлкен оюға қосып тігеміз. Енді тек қана бұрышы қалды. Енді сол бұрыштарды біріктіріп тігеміз. 4 құрақты 5 құрақты қосып тігеміз және бұрышындағы оюды қосып тігіп біріктіреміз. Сонымен көрпешеміздің беті дайын. Міне құрақтарымызды біріктіріп алдық. Енді оюымызды біріктіреміз. Міне 3-ші бөлігі дайын. Енді ол 3-ші бөлік пен 2-ші бөлікті енді қосамыз бір-біріне. Қосып тігіп болдық. Міне көрпешеміздің беті дайын.
үстінен үтіктеп жіберсең